Assalamualaikum bауырлар, қалдарыңыз қалай? Балалар, немерелерің жақсы ма? Өскеменнен сәлем. Мынау біздің балалар салған паркі. Мынау 30 жылдыққа арналған, Қазақстан егемендігіне 30 жылдығына арналған памятник независимости дейді, мемориал независимости. Бүгін бітірдік. Енді соңғы биіміз қалды. Мынада төбеде тұрған Керей мен Жәнібек хандар. Мына жерде мен балаларды алып осыны қоюға келгенбіз. Ішінің бәрі бетон, мына фибробетон сырты. Алдында суреттер бар, соны көрсетем. Міне қазір мына өзіміздің биімізді қойдық. Үш жақта 3 би тұрады. Мынау біздің Қазыбек биіміз. Орнатып қойдық. Өскемен суық, күн суық. Балалар істеп жатыр. Міне Құдай берсе 2-3 күнде қайтамыз үйге. Мына жерде Айтеке би, Төле биіміз келсе болды. Енді Төле биіміз әлі келмеді. Мына жерде бүкіл қазақтың бұрғы тарихтарын мынандай қылып бронзадан құйылған бәрі. Бауыржан атамыз бар. Әлия Мәншік. Алаш не? Шоқан Алихан. Абай атамыз. Мына жерде Жамбыл атамыз бар. Мына жерде міне Айтеке би мына жаққа түсті. Мына жерде енді хандарымыз, бүкіл нелеріміз, Тайқазанымыз, Түркістан, бүкіл қазақтың тарихы салынған осы жерге. Мына бәрі бронзадан құйылған, міне хандарымыз, Әл-Фараби, мына жерде міне Түркістан, міне Томирис. Мына жерде енді Төле би түседі, Құдай берсе әлі келген жоқ. Алып қойса осыны қойсам, сонымен мен жұмысым аяқталған. Бұл жерде 15 күнде мына мемориалды көтердік. 15 ноябрьде